Барлықтарыңызға сәлем. Маған берілген тақырып қалай қарапайым таңдау тарихты өзгертеді. Жалпы ең басында опросник болды бізде. Сол кезде опросникта мына тақырып болды да, вообще қандай нәрсеге қызығасыз деген интерес. Мен сонда өзімше енді поверхностьна былай историямен, тарихпен, политикамен қызыққаннан кейін солай жазған болатын. Бірақ мен кеше тақырыпты оқыған кезде ойланып отырдым да, вот қазір мен не айтамын дедім да. То есть 2 минут выступать еткен кезде мен целый бір елдің тарихын айта алмаймын ғой дедім да. Ол біріншіден мен историк емеспін, бір философ емеспін. Сосын ойланып отырып, былай ойланып, вообще тарих деген не? Тарихты қазіргі болып жатқан ситуацияны не өзгертеді? Сөйтіп ойланып отырып, мен кішкене былай тақырыпты қазбалап отырып, мына бір нәрсеге келдім да. Тарихта көп нәрселер болды. Соғыс, революция, қандай да бір решениялар жасалған. Бірақ ең басты өзгертетін нәрсе ол біздің күнделікті жасап жатқан решениямыз, яғни выбор. То есть біз қаншалықты кішкентай ғана жасалған шагтардан, кішкентай ғана жасалған выбор решениялардан біз үлкен тарих жасай аламыз. То есть ол бір керемет открытие болмауы мүмкін, или глобаль нәрсе болмауы мүмкін, но бірақ біз өзіміздің тарихымызды жасауға үлкен мүмкіндік береміз. Мысал алып қарайық, оратор клубына келіп выступать етпеу, ол да бір жасалған выбор адамның. То есть мысалы қазір адамдар 5 жылдан кейін осында үйренген навыктарымыз бізге пайдалы болуы мүмкін, бірақ 10 жылдан кейін сол оратор клубқа келіп выступать ету, дальше қабылдаған дұрыс решенияларымыз, оның бәрі бір тарих. Сондықтан да әркіміздің өзіміздің жеке тарихымыз бар. Сол тарихымызбен болашақта мақтан тұтып көру үшін өзімізді қазірден бастап дұрыс решениялар қабылдап бастайық. Рахмет.